армысыздар, арнамыздың көрермендері мен тыңдармандары. Сіздер Мұражайлы подкастының кезекті шығарылымын тыңдап отырсыздар. Бүгінгі тақырыбымыз Индонезия, Малайзия, жалпы оңтүстік шығыс Азия аймағындағы мәдениеттің символы саналатын ерекше қару, крис немесе кирис қанжарымен танысамыз. Бұл қанжардың тарихы терең, әрі оның рухани және мәдени маңызы зор. Крис тек қару ғана емес, оның қасиетті күшке ие деп есептелетін белгілі бір қоғамдағы мәртебені көрсететін нысан ретінде рөліне қарастырамыз. Крис қанжарының шығу тарихы мен ерекшеліктері. Крис немесе кирис Индонезиядан шыққан асимметриялы қанжар. Бұл қару әрі рухани нысан ретінде белгілі. Криске сиқырлы қасиеттер тән деп есептеледі және бұл қанжардың ең ерте үлгілері 10 ғасырдағы жатады. Крис алғашында Ява аралында пайда болып, кейін бүкіл оңтүстік шығыс Азияға таралды. Крис пышақтарының дизайны тар және асимметриялы, негізгі кең болып келеді. Қыны көбінесе ағаштан жасалған, бірақ піл сүйегінен немесе алтыннан жасалғандар да бар. Крис қанжардың эстетикалық құндылығы оның үш элементтеріне байланысты анықталады. Дхапур – пышақтың формасы мен дизайны. Памор – пышақтағы металл қорытпасынан жасалған өрнек. Және тангух – қанжардың жасалған уақыты мен шыққан жері. Пышақты жасау процесі өте күрделі. Қылышшылар немесе эмпулар пышақты темір кені мен метеорит никелін қабаттап жасайды. Жоғары сапалы крис пышақтарында металл 10 немесе 100 рет бүктеледі. Эмпуллар қылышшылар әдебиет, тарих және оккульт ғылымдарынан терең білімге ие құрмет шеберлері болып саналады. Крис күнделікті өмірде және арнайы рәсімдерде тағылған мұра болып қалатын пышақтар ұрпақтан ұрпаққа беріледі. Бұл қанжарларды ерлер де әйелдер де киген. Осы қанжарға қатысты бай рухани және мифологиялық сенімдерде қалыптасқан. Крис көрмелерде көрсетіп, сиқырлы қасиеттерді бар тұмар, қару, қасиетті мұра, сот жауынгерлерінің көмекші жабдығы, салтанатты киімнің аксессуары, әлеуметтік мәртебенің көрсеткіші, батырлардың символы ретінде тағы басқа мақсаттарда қолданылған. Крис қанжарының құрылымы. Крис негізінен 5 бөліктен тұрады. Біріншісі пейси немесе билях. Крис пышағының негізгі бөлігі. Ол крис пышағының түзу немесе ирек, жыланға ұқсас болатынын анықтайды. Әдетте олар тар, кең асимметриялық негізге ие. Крис пышақтарының өлшемдері әртүрлі болғанымен ұзындығы 15-50 см аралығында болады. Екі жағы және ұшы өткір. Тұтқаға жақын және кең және асимметриялы пішінде. Келесі бөлімі бұл ганжа. Ганжа крис пышағының негізіне, яғни үшкір ұшына бекітілетін бөлік. Ол пышақтан бөлінетін болуы мүмкін, бірақ кейде ол пышаққа тұрақты түрде бекітіледі. Бұл қылышның немесе эмпудың шешіміне байланысты. Келесі бөлімі банкот. Банкот крис пышағының пучукке, яғни ұшына қарама-қарсы орналасқан негізі. Бұл бөлікте ганжа бекітіледі. Төртінші келесі бөлімі бұл ватхук. Ватхук крис пышағының іші немесе қарны. Бұл бөліктің төменгі жағында айдаһар немесе арыстан бейнесімен безендірілген. Бұл жағдайда нага раджа, яғни айдаһар патша немесе сиган баронг, баронг арыстаны деп аталады. Көп жағдайда бұл бөліктерді өзгеріссіз қалдырады. Келесі 5-ші бөлімі бұл пучук. Пучук бұл крис пышағының үшкір ұшы. Тарихи деректерге сүйенсек, кейде крис пышақтарының жүзі уланып, оларды өлтіргіш ету үшін пайдаланған. Дегенмен бұл олардың арнайы комодо айдаһарының, яғни варан айдаһармен сілекейінен алынған туралы пікір миф немесе аңызға жақын. Комодо айдаһарының сілекейі белгілі бір мөлшерде у бар екен рас, бірақ оны қару ретінде қолдану өте күрделі болар еді. Дәстүрлі түрде қаруларды пайдаланған улар әдетте өсімдіктерден, жыландардан немесе басқа да бір қолжетімді көздерден алынған. Крис қанжарының рухани және әлеуметтік мәні. Крис қанжары тек қару ғана емес, сонымен қатар рухани маңызға бар қасиетті зат. Индонезия қоғамында крис бай рухани және мифологиялық мәнге ие. Көптеген адамдар бұл қанжарды қорғаушы, сиқырлы қасиеттер бар тұмар ретінде қабылдайды. Мысалы, саяси көшбасшылар мен қоғам қайраткерлері үшін арнайы крис қанжарлары жасалған. Бұл қанжарлардың дизайны оның иесінің тән символизмді көрсетуге бағытталған. Әрбір дизайн ерекше философиялық мәнге ие. Мысалы, тунгак семи дизайны бизнестегі өсу мен жетістікті бейнелейді, ал путри кунурунг романтикалық еркектерге арналған. Тарихтағы крис қанжарының орны.
Индонезияның президенті Сукарно немесе Бунг Карно крис қанжарының үлкен жанкүйері болған. Бунг Карноға жасалған 7 сәтсіз шабуыл бұл қанжардың қорғаныс қасиеттеріне қатысты аңыздарды күшейтті. Оның билігі кезінде бұл қанжар рухани күштің белгісі ретінде қарастырылды. Тіпті 1960 жылы Гаванаға сапарында Бунг Карно крис қанжарын Фидель Кастроға сыйға тартқан. Бұл қанжар қазіргі уақытта Гавана мұражайында сақталған. Фидель Кастроның ұзақ уақыт бойы билікте болып, көптеген қастандықтың әрекеттерін аман қалуы осы крис қанжарының рухани күшіне байланысты деген пікірлер бар. Осыған ұқсас оқиғалар мен аңыздар Индонезия тарихында жиі кездеседі. Қазіргі таңдағы жағдай. Бүгінгі таңда крис қанжарының әлеуметтік және рухани мәні азайып келеді. Дәстүрлі шеберлер эмпулар саны азайған қарамастан, жоғары сапалы крис қанжарлары жасау өнері әлі де сақталған. Нағыз кристі табу қиындай түсуде, ал жеке қасиеттерге сай келетін табу одан да күрделі. Дегенмен крис пен адам арасындағы энергетикалық байланыс орнағанда ғана оның қасиеті күші толық іске асуы мүмкін. Қорытындылай келе, крис қанжарының тарихы, мәдениеті мен рухани мәні адамзаттың мәдени мұрасының маңызды бөлігі. Бұл артефакт тек қана қару ретінде ғана емес, сонымен қатар қоғамның рухани дамуының символы болып қала бермек. ЮНЕСКО-да бұл нысанды материалдық емес мәдени мұра ретінде мойындады, және біз сіздерді осы мәдениеттің терең мәнін зерттеуге шақырамыз. Келесі шығарылымдарда кездескенше.